Бүгінгі тақырып қыздарға, жас келіншектерге арналады. Бүгінгі таңда байқасаңыздар, семья құрады жастар. И бала көтеру проблемасы. Бесплодие дейді ғой енді оны. Мысалы, 2 жылдан артық бала көтермесе, бесплодие деген уже диагноз қойылады да. Бесплодие немесе баланы көтереді, ол замерші болады. Яғни белгілі бір аптаға жеткен кезде бала өзінің өсуін тоқтатады, и ол баладан жаңағы опять же аборт жасап немесе қолдан выкидыш жасап, ол неделесіне қарай ол ішіндегі нәрседен тазалап жатады. Неге? Себебі ол өлі нәрсе бұзылуға ұшырайды. Ол деген сөз әйелдің жатырына өзінің теріс әсерін береді. Сондықтан одан жаңағы организмді тазалап жатады. Немесе выкидыш. Белгілі бір неделяға келген кезде выкидыш болады. Немесе токсикоз. Мысалы, баланы көтереді, содан 9 ай токсикоз кәдімгі. Құсқан несен, талған несен, тамақтың иісінен жаңағы тітіркеніп, вот осындай жағдайлар өте көп. Осылардың ішінде ең жаңағы жиі кездесіп жатқаны, оны енді мынау статистикада уже несін процентін шығарып қойыпты, бала көтерген әйелдердің 15%-ында, мысалы 100 әйел 2 қабат болды, соның 15-інде замерший плод деген проблема бар екен бүгінгі таңда. Мен осының шешімі туралы, осыны шешу жолы туралы осы видеода айтамын. Жалпы мынау ұрықтану деген нәрсе, бұл клетка деңгейінде болатын нәрсе. 2 клетка, біреуі сперматозой, біреуі яйцеклетка, жаңа трубада кездеседі, кездеседі да, оплодотворение болады, ұрықтану болады. Бұл клетканы, мына ұрықтанған клетканы зигота деп атайды. Осы зигота әр қарай бөлуге ұшырайды. Уже трубадан маткаға домалап жетем дегенше, осы зигота уже 4 клеткаға бөлінеді, уже 8 клеткаға бөлінеді. Уже маткаға жеткенде ол бірталай клеткаларға бөлініп, уже баланың жетілу процесі басталады. Енді осы жерде айта кететін нәрсе, внематочный дегенді өте көп қазір. Внематочный беременность деген, яғни маткадан тыс бала өсіп жетіле бастайды. Негізі ұрықтану трубада пайда болады, трубада жүреді, и трубадан матканың ішіне домалап, мынау зигота, ұрықтанған клетка бірнеше бөлініп, уже баланың жетілу процесі басталу, сол трубада басталады, ары қарай маткаға барып орнығады. Ол енді ары қарай Алла тағаланың құдіретімен болатын нәрсе. 9 ай 9 күнде. Менде, кстати, YouTube каналында осы 9 ай 9 күнде баланың жетілуі туралы керемет видео бар. Ссылкасын осы видеоның астына қоямын. Міндетті түрде көріп шығыңыздар, себебі ана, әйел адам денесіне бала біткен кезде ол бір само собой ары қарай бала түзілу керек сияқты. Әрине Алланың құдіретімен болатын нәрсе. Бірақ Аллада сақтанған сақтаймын деген. Яғни ол баланың жетілуіне біз қандай да бір условия жасауымыз керек организмде. Осы нәрсе трубада қалып кетеді. Негізі трубаның ішінің бәрі ворсинкалар ғой. Ворсинкалар, видеодан анық көрінеді. Анау ворсинкалар трубада біткен зигота клетканы домалатып, себебі ол ворсинкалар қозғалыста болады. Осы қозғалыстың арқасында жаңағы клетка домалап маткаға жетеді да, ары қарай баланың дұрыс жетілу процесі басталады. Внематочный деген сөз, мынау ворсинкалар неподвижный, қозғалыс жоқ оларда. И сөйтеді да, жаңағы оплодотворенный мынау зиготамыз трубаның ішінде ары қарай клеткаларға бөлініп, баланың жетілуі жүре бастайды. Ал труба о баста ол баланың жетілуіне арналған жер емес, ол өте тар нәрсе. Труба деп неге айтады? Труба ғой ол. Тар, және оның матка сияқты ұлғаю қасиеті жоқ, сәйкесінше труба жарылып кету қаупі болғандықтан, внематочныйда ол да неделесіне қарай кейде трубаны сақтап қалып жатады, кейде трубамен бірге алып тастап жатады. Бұндай жағдай өте көп. Енді осы нәрсе, неге осындай нәрсе бүгінгі таңда жиілеп кетті? Осы сұрақты мен бүгінгі видеода сіздерге барынша ынты-шынтымен айтып түсіндірейін. Бұл нәрсе бұрын ата-бабамызда болмаған. Ата-бабамызда внематочный деген болмаған, замерший плод деген болмаған, түсік тастау деген өте сирек кездесетін болған. Бүгінгі таңда бұл өте жиілеп бара жатыр. Бұл нәрсеге ең бірінші себеп болып отырған химия өнеркәсібінің қарқынды дамып жатқандығы. Бүгінгі таңда жылына мынау ваннаға кіріңіз, ыдыс жуатын сұйықтығыңыз, дәрі-дәрмектер, осы нәрсенің бәрі, мынау пластмассы ыдыстар үйдегі, мынау баклажкадағы су ішеміз, газированный напитоктер ішеміз, сол пластмассының барлығы химия өнеркәсібінің өнімдері ғой. Қалай химия өнеркәсібі пайда болды, солай біздің денсаулығымызда да осындай адам айтқысыз ауытқулар орын алып жатыр. Енді ваннаға кіретін болсаңыз, үйде комет бар, шампунь бар, бас жуатын, үстіңіз жуатын геліңіз бар, ваннаға құятын түрлі иістендіргіш сұйықтықтар бар, құр порошокпен кіріп жуып қоймаймыз, еще ленор қосамыз, оған оның иісі шығып тұрсын дейміз, басқа дейміз. Бұның бәрі маркетинг. Анау
тиыннан жасалған өнімді пәленбай теңгеге сатып ақша жасау негізі химия өнеркәсібінің несі бастамасы. Содан пайда болған бұл химия өнеркәсібі деген копеечный нәрсе. Вот соны түрлі атын өзгертіп, түрін өзгертіп, түсін өзгертіп, түрлі иістендіргіштер қосып, көзіміздің жауын алып, кәдімгі соны сатып алғымыз келе беретін қылып жасап қойған нәрсе. Енді қараңыз, мысалы фейриді алайықшы енді. Фейрисіз ыдыс жуатын адам кемде кем. Мен мысалы ауқатты семьяларда үйде қонақта болам, первую очередь кухнясына кіріп, немен ыдыс жуып жатыр соған көңіл бөлем. Себебі өзім фейримен ыдыс жумаймын. Фейридің адам ағзасына келтіретінін зиянын оқысаңыз, енді төбе шашыңыз түк тұрады ғой. Неге? Себебі ол химиялық қосылыс. Оның иісін өзгерту үшін, оның түрін өзгерту үшін, ол ана майлы ыдысты тез майын келтіру үшін оған түр-түрімен химиялық қосылыстар, химиялық заттарды қосады. Енді фейримен жуылған ыдысты шаямыз дейсіз ғой, иә? Шаямыз ғой, біз таза ұстаймыз ғой, ыдысты дейміз ғой, біз әйел болғаннан кейін, иә? Бірақ өкінішке орай, фейримен жуылған ыдыстағы фейридің қалдығын жуып шаю үшін, иә, 70 литр су керек екен. То есть тарелканы фейримен жудыңыз, иә, и соны шайып, ана бүкіл фейриді тарелкадан смывать ету үшін 70 литр су керек екен. Біз оны 70 литр былай тұрсын, бір 700 миллиграмм сумен жуамыз ба, жумаймыз ба? Яғни сол фейри миллиграмм жұғынмен сол жуылған ыдыспен бірге біз ол ыдыспен тамақ ішеміз, біздің ағзамызға түсіп жатыр деген сөз. Ал қолмен ыдыс күнделікті неше мәрте әйел ыдыс жуады, иә, азаннан кешке дейін. Сол әрбір жуған кезде қолыңыз фейриге малынған кезде хорошо перчатка киіп жусаңыз, ал перчаткасыз жуатын болсаңыз, жаңағы фейри 15 секундта сіздің қаныңызда болады уже. Қаныңызға түседі ол фейри. То есть біздің кожамыз пора ғой, пора деген сөз өзіне сүзіп алады деген сөз. Обычный душқа түсеміз сумен, судың бәрі хлорланған бүгінгі таңда. Сумен жуынып жатырсыз, судағы хлор 15 секундтан кейін уже сіздің қаныңызда жүгіріп жүреді, хлордың иондары. Яғни осылай ойлай беріңіз, шампуньмен бас жуамыз. Шампуньмен қазір әсіресе мынау душ деген нәрсе, шампуньмен басты жуып, сол шампуньмен бүкіл үстін шаятын жастар өте көп. Ол анау шампуньның иісі күшті, шомылып болғаннан кейін үстінен жақсы иіс шығып тұрады. Сол шампуньның көпіршігімен үстінде жуғанын бір не көреді да? Шын мәнінде ол өте қате пікір. Шампуньмен басты жуған кезде минимальный басқа денеге контакт жасау керек. Яғни еңкейіп тұрып жу керек, тазикке жу керек, немесе еңкейіп тұрып ваннаның ішіне, иә, басты жу керек. Тек баспен, шашпен ғана шампунь соприкасация, яғни минимальный площадь соприкасация ету керек. Яғни шампуньмен жудыңыз, болды, ол шампунь 15 секундта уже сіздің басыңыздағы поралар арқылы, тем более жылы сумен жуған кезде ол поралар кеңейеді, иә, яғни оның сүзгіштік өзіне сіңіру қасиеті күшейеді. Сол кезде пора арқылы ол шампуньді организмге түсіп жатыр. Енді осы химиялық қосылыстың барлығы организмді қатты жоғары дәрежеде улап жатыр, организмде болатын биохимиялық реакцияларды қатты өзгеріске ұшырап жатыр. Біздің мынау Алла тағала аманатқа берген денеміз ненің арқасында өмір сүреміз? Біз жеген тамақтың арқасында өмір сүреміз. Яғни жеген тамағымыз, содан алған энергиямен, содан алған микроэлемент, витаминдердің жаңа биохимиялық реакцияларға қатысу нәтижесінде бөлінген энергиямен, сонымен біз өмір сүреміз, сонымен сөйлейміз, сонымен жүріп тұрамыз, сонымен өмір сүреміз. Мынау шығыста керемет мақал бар: ауруыңды тарелкаңның түбінен ізде дейді. Яғни тарелкаңда салып қандай тамақ жеп жатырсың, соған сәйкес сенің организміңде ауру сырқат болады деген сөз. Енді жаңағы химиялық қосылыстың бәрі организмге түсіп жатыр. Енді бүгінгі таңда тамақтануды алайық. Енді жаңағы біз тамақтың арқасында, тамақтың күш қуатымен өмір сүреміз деп жатырмыз ғой. Яғни тамақтың өзі бүгінгі таңда бәрі пастеризацияға ұшыраған, тепловой обработкаға ұшыраған, түрлі консерваторлар, эмульгаторлар, стабилизаторлар, еден басталған түрлі консерванттар тамаққа қосылған бүгінгі таңда. Ең қарапайым мысал, нан екеш нанға да бүгінгі таңда маргарин қосып пісіреді. Себебі маргарин қосқан кезде ол нанның несі қамыр жақсы көтеріледі, оны сатуға да маргарин қосылған жаңағы жұмсақ нан деп, оны маркетинг қой, енді бәрі айналып келгенде адамға сату ғой. Адам ғой оның бәрін сатып алып жатқан, осы тұрғыдан осы нәрсеге қатты қазір. Яғни тамақпен де организмге жоғары мөлшерде зиянды, керек емес нәрсе түсіріп жатыр. Енді анау баклажкамен төңкеріп суды да ішіп атамыз, без газа, газированный суды да ішіп атамыз, кола, жаңағы пепси деген жастардың қолында кәдімгі порядке вещей айналды. Кофеге деген құмартушылық дейін ба, кофе ішкен бір модны көріне ма, білмеймін. Анау энергетиктер, алюминиевый ыдыстардағы энергетик напитоктар, бұл да қазір қыз да, ұл да, адамның бәрі. Кеше байқадым, неге есіктің алдына неге прогулкаға шықсам, қораны жинайтын дворник, екі дворник кісі отыр. Енді
жастар бір 50-ден анық асқан әбір-жеу түрлері, сол екеуі дизи ішіп отыр ғой. Дизи ма, горилла, зеленый, иә, горилла ішіп отыр. Яғни бұл деген сөз, опять же, маркетинг. Горилла ішкен бір модны сияқты, горилла ішсең бір энергияң тасып күшті жұмыс істейтін сияқтысың, себебі оны солай сатады. Шын мәнінде оның организмге келтіретін зияны, енді просто Google-ға кіріп теріп көріңізші, мен оған уақыт бөлмеймін сізге, иә. Горилланың энергетиктің, ол алюминий ыдыста, ол ананы ашқаннан кейін, ол алюминий мен ана газированный напитоктың арасында өте қатты жылдам химиялық қосылыстар түзіледі. Осы нәрсенің бәрі организмге түскен кезде организм жоғары мөлшерде уланады. Ол улану неге алып келеді? Енді бір жастар айтады, оқыған, көз ашық, кейбір жастар айтады, маған мен бауырым не үшін, бүйрегім не үшін, солар сүзеді оны дейді. Өкінішке орай, Алла тағала о баста бізге бауырды берген кезде ондай химиялық, синтетикалық қосылыстарды сүзу үшін жаратпаған. Табиғи, натуральный заттарды қорытып, және организмнің өзінде түзілетін улы заттарды сүзіп, организмнен шығару үшін берілген. Яғни кожа арқылы сырттан қанша химиялық қосылыстар түсіп жатыр, тамақ арқылы организмге қанша улы заттар түсіп жатыр, иә? Осы нәрсенің бәрін бауыр сүзіп үде шыға алмайды. Яғни бұл жерде әрине өте көп фактор роль атқарады. Ол анау экологиямен бөлініп жатқан түтін, мынау машиналардың выхлопной газындағы сынап, қорғасын сияқты соли тяжелых металлов дейді ғой, ауыр металл, олар өте отравляющий. Мысалы, анау градусниктің ішіндегі сынап үйде шашылып кетсе, оның парынан балдар отравление болу қаупі бар. Сондықтан оны жылдам жинап алу керек, жылдам изолировать ету керек оны деп, мысалы, не қағамыз ғой? Вот сол нәрсе, сынап деген нәрсе, мынау машинаның түтінімен де өкпе арқылы, ауа арқылы біздің организмімізге түсіп жатыр. Бұл хақ нәрсе. Бұған ешкім күмән келтіре алмайды. Себебі осы нәрсенің бәрі біздің организмге түсіп жатыр деген сөз. Енді клетка деңгейінде біздің ағзамыз 70 триллион клетка. Клетканы оқыдық, иә, ботаникадан, зоологиядан, биологиядан, мектепте кез келген бала, кез келген адам клетканың не екенін біледі. Біз сондай 70 триллион клеткадан тұрамыз. 70-тен 120 триллионға дейін. Әркім индивидуум. Менің ағзам мен сіздің ағзаңыз бір емес. Менің ағзам мен менен туған баланың қыздың ағзасы бір емес. Яғни әркім өзі дүнияға келгенде бір жеке индивидуум ретінде келеді. Сондықтан олардың ағзасындағы клеткалар саны да бірдей емес. 70-тен 120 триллионға дейін. Енді осы әрбір клеткада жаңағы улы заттар барған кезде ол клетка өзгеріске ұшырайды. Ұшырайды ма? Әрине ұшырайды. Яғни ол баста біздің клеткамыз дұрыс тамақтану салдарынан, анамыздан туылған кезде ол здоровый клетка болып туылды. Бірақ сырттан осындай көп мөлшерде химиялық өнімдер, химиялық қосылыстар тамақпен сыртымыздан түсіп жатқан кезде, және ағзамыздың өзінде қанша улы заттар түзіледі. Мысалы, жаңа клетка деңгейінде әрбір клеткада мыңдаған биохимиялық реакция жүреді. Мысалы, қазір біз сөйлесіп отырмыз ғой, бір айналдырған 10-15 минут уақыт өткен шығар. Осы уақыттың ішінде әрқайсымыздың клеткамызда мыңдаған, енді миллиондаған, себебі 70 триллион клетканың әрқайсында бір реакция жүрді дегенде 70 триллион реакция жүрді деген сөз ғой. Түсініп отырсыз ба? Мысалы, шаш өседі, тырнақ өседі. Бұл бізге көзімізге көрініп тұрған нәрсе. Қолыңызды жара кесіп кетсе, пышақ кесіп кетсе, белгілі бір күннен кейін ол жара бітеді. Қалай бітеді? Сол клетканың жаңаруы, клетканың делениясы арқасында ол бітеді. Клетканың делениясының арқасында шаштың клеткасы деление болады, шаш өседі. Тырнақтың клеткасы деление болады, тырнақ өседі. Тура сол сияқты біздің ішкі құрылысымызда да осындай миллиондаған өзгерістер болып жатыр. Енді әсіресе қыз балдар, бұл енді ер жігіттердің де ағзасына қатысты. Себебі ер баланың организмінде сперматозоид пісіп жетіледі. Сперматозоид. Әйел ағзасында яйцеклетка пісіп жетіледі. Жұмыртқа ғой. Енді сол жұмыртқаның дұрыс пісілуіне біздің ағзамыздағы 70 триллион клеткада болып жатқан реакциялар әсер етеді. Енді көп мөлшерде сырттан осындай химиялық қосылыстар түсіп жатқан кезде, әрине ол яйцеклетканың құрылысында өзгеріс болады. Енді мынау медицинаға жүгінетін болсақ, замерший плодтың себептері дейді, бірнеше пункттарды. Оны енді ары қарай оны зерттеп жатқан ғалым бар ма жоқ па мен білмеймін. Бірақ жаңа 15% замерший плод деген статистиканы келтірген кезде генетикаға байланысты дейді. Хромосомадағы, жаңа клеткадағы хромосоманың артық болуының әсерінен дейді. Сосын тағы не? Гормоналдық организмдегі өзгерістердің болуының әсерінен дейді. Ал осының бәрі бүйтіп саптап келген кезде жаңағы организмге түсіп жатқан улы заттардың әсеріне келеді. Яғни гормональный нарушение да организмде біріншіден улы заттың көп мөлшерде түсіп жатқаны, екінші
анау жеп жатқан тамақ арқылы бізге мысалы мынау Менделеев таблицасы бар ғой, химияда оқыған. Сол Менделеев таблицасындағы 82 элементті біз күнделікті тамақпен организмімізге толықтырып отыруымыз керек. Ал енді біздің жеп жатқан тамақта өңкей консервант, эмульгатор, стабилизатор, анау көкөністерді витамин деп жейміз ғой, огурцы, помидорды, ол жақта гербицид, пестицид, селитра. Бұл мен білетін аттары. Одан бөлек мен білмейтін химиялық қосылыстардың атында есеп жоқ. Күні жылына жаңадан қазіргі бар химиялық қосылыстарға 50 мың наименование химиялық қосылыстар қосылып жатыр. Мысалы, ваннаны жуу үшін барыңыз жаңа химиялық жуғыш заттар тұратын нелерді сөреге, полкаға барып қараңызшы. Комет сияқты неше түрлі химиялық қос нелер бар, жуатын заттар. Порошоктың неше атасы бар қазір. Яғни оның түрі көбейіп жатыр, бірақ олардың бәрінің жұмысы не? Бәрінің шығу тегі химия өнеркәсібі. Яғни біздің ағзамызға жат нәрсе, улы нәрсе. Енді жаңағы клетка деңгейінде организмде өзгеріс болады. Ол өзгеріс қалай айтсам екен? Клетка деңгейінде болғандықтан, ол жерде гормональ нарушение да болады, ол жерде хромосоманың ДНК-сына да әсер етеді. Яғни жаңағы ұрықтанатын әйел ағзасындағы яйцеклетка мен еркектің ағзасындағы сперматозоидтар уже полноценный емес. Бірақ Алла тағаланың құдіреті полноценный емес болса, бұл ұрықтануды болдырмайды, сондықтан бесплодие қазір. Жастар үйленіп алады, көтеру проблема. Көтерген жағдайда мынау екі жаңағы оплодотворенный зигота клеткамыз бөлінуге ұшырайды. 2-ке бөлінеді, 4-ке бөлінеді, сосын 8-ге бөлінеді. Яғни по геометрической прогрессии клетка көбейіп, яғни ойлаңызшы, міне 2 клетка кездесті, микроскоппен зорға көресіз сол екеуін. Осы 3,5 килограмм бала пайда болады. Оның 12 мүшесі, аяқ, қолы, бас сүйегі, мына омыртқа жотасы, қабырғалары, оның ішіндегі 12 органдары, 12 мүшесі қалыптасады. Неден пайда болады? Егер анасының ағзасында оның тамақтануы дұрыс болса, өкінішке орай қазір дұрыс тамақтану дегеннің өзін фильтрға салу керек. Мысалы, қолдың сүті, қолдың айраны деп сатып аламыз. Ол шын мәнінде сауылған сиырдың сүті ма, жоқ әлде порошокты езіп, жаңағы недегі тетрапакеттегі сүтті араластырып, оны ұйытып қолдың айраны деп сатып жатыр ма? Біз білмейміз, көзбен көрмегеннен кейін біз оны қолдың айраны, қолдың сүті дей алмаймыз. Ал пастеризованный сүттегі кальцийдің мөлшері, мысалы, бір ғана кальцийдің мөлшері таза жаңағы сиырдан сауылған сүттің құрамында кальцийдің мөлшерінен 10 есе төмен. Ол деген сөз, бүгінгі таңда біз жаппай инкубатордың жұмыртқасында цинк абсолютно жоқ. Себебі ол немен келеді? Ол анау қораздың спермасындағы құрамындағы цинк арқылы келеді. Осы нәрсенің барлығы бүгінгі таңда организмде катастрофический нехватка микроэлементов, витаминов, жаңағы аминокислот өте көп. Яғни тамақпен бізге ағзамызға түсетін нәрсе өте аз, пайдалы нәрсе. Біріншіден, екіншіден, мысалы, қант туралы тоже бөлек видео болады. Қанттың адам ағзасына зияны шаш етектен. Неге белая смерть дейді? Тұзды қантты белая смерть дейді. Неге? Себебі қант біріншіден қазір синтетикалық қант. Баяғы қызылшадан өндіріп жатқан қант қазір кем. Ойлаңызшы, бүкіл магнумда, бүкіл смолда, бүкіл магазинде қап қант қаяқтан келіп жатыр оның барлығы. Яғни синтетикалық қант араласты біріншіден. Екіншіден, қант организмге түскеннен кейін, қантты мысалы кофеге араластырып іштіңіз, оның ішіне 2 чайный ложка қантты қостыңыз, 2 чайный ложка қант ағзаңызға түсті ма? Ол қант сіздің организміңізге углевод ретінде өзінің пайдалы несін сіңіру үшін сіздің ағзаңыздан магний ұрлайды, хром алады, цинк алады, кальций алады. Яғни көптеген молекула нелерді, микроэлементтерді өзіне алады. Солардың арқасында реакция түзіледі, сонда барып ол қанттан организмге бір пайдалы энергия бөлінеді. Көмірсуға қант деген. Көмірсуды не үшін тұтынамыз? Энергия бөлу үшін, энергия пайда болу үшін. Неге тәтті нәрсені ішіп аламыз да, көңіл күйіміз көтеріліп, типа энергия пайда болған сияқты нәрсе болады, яғни энергия бөлінеді. Бірақ ол организміңізде вор в организме қант деген. Яғни ол сіңіріліп сіздің организміңізге энергия бөліп беру үшін сіздің ағзаңыздан қаншама пайдалы микроэлементтерді, витаминдерді ұрлайды. Енді өзі тамақпен түспей жатқан микроэлементті қант жеп оны ұрлататын болсақ, енді бойжеткен қызды алайық. Бойжеткен қыз, қант жемейтін қыз кемде-кем қазір. Енді қазір правильно питанияға байланысты қанттан бас тарту, марафондарға қатысып қанттан бас тарту деген нәрсе енді нетіп жатыр, жолға қойылып жатыр. Бірақ ол
годами желінген қант ол өзінің жұмысын жасады. Яғни жаңа оплодотворенный клетка неге замерші болады? 4-ге бөлінуге анасының организмде запас жетті, 8-ге бөлінуге жетті, 16-ға бөлінуге жетті. Енді жаңағы қол пайда болу үшін, аяқ пайда болу үшін, сүйек пайда болу үшін организмде запас жоқ. Сондықтан ол замерші болады. Яғни ары қарай бөлінуге оған потенциал жоқ, организмде запас жоқ. Мысалы, қарапайым мынандай мысалмен түсіндірейінші, үйді салып жатырсыз, жер үй салып жатырсыз, айталық бір 4000 кірпіштің орнына ақшаңыз 1000 кірпішке жетті. Қой, бастай берейін дейсіз да, 1000 кірпішпен бастай бересіз ғой, дұрыс па? Раз қалап келе жатсыз, 1000 кірпішіңіз бітті. Жұмыс тоқтай ма? Келесі 3000 кірпішті сатып алғанша жұмыс тоқтайды. Дұрыс па? Яғни строй материал жоқ. Немесе құм таусылып қалды, немесе цемент таусылып қалды, немесе оны істеп жатқан жұмыс қолы тоқтап қалды, келмей қалды, яғни жұмыс тоқтайды, үйдің соғылуы тоқтайды. Тура осы сияқты организмде мынау 2 оплодотворенный клетка, зигота клетка әрі қарай 4-ге, 8-ге, 16-ға бөліну процесінде, ол бөліну үшін в первую очередь кальций керек организмде. Мынау бір клетка 2-ге бөліну үшін, 2 клетка болу үшін, ол жерге кальций керек. Ал кальцийді бүгінгі таңда номер 1 проблема ғой. Мынау онкологиядан кейін, сахарный диабеттен кейін, сердечно-сосудистый заболеваниядан кейін осы кальцийдің жетіспеуі, остеопороз деген нәрсе, бұл қазір номер 1 проблема дүние жүзінде. Себебі кальцийдің адам ағзасында атқаратын рөлі шаш етектен. Енді бұл кальций туралы да видеома, ссылка осы видеонасында болады. Енді то есть не үшін замерші болды, не үшін выкидыш болды? Выкидыш деген бала өздігінен түсіп қалады. Замерші деген уже неделесі үлкендеу болады, уже белгілі бір процеске, белгілі бір объемға келді баланың өсуі, жетілуі, и ол уже түсіп қалуға оның несі размері сәйкес келмейді. Сондықтан ол өзінің өсуін тоқтатады, себебі запас жоқ организмде. Организмде запас жоқ. Әрі қарай деленияға қатысатын, я кальций жоқ организмде, я магний жоқ, я йод жоқ, я селен жоқ, түсінікті, Сондықтан планирование беременности деген бар. Яғни баланы көтермес бұрын организмді дайындау керек. Планирование беременности деген нәрсе бұл әр халықта әртүрлі жолға қойылған. Мынау Европа халықтары біреу туса да планирование жасап, организмді дайындап, сөйтіп барып көтеріп жатады. Ал бізде жаңа ата-бабамыз 10 бала туған, шешеміз 7 туған дейміз да, как будто 7 туу бізге әрине генетически заложено ол нәрсе, яғни шешесі туған қыздан одан да бала туады деген сөз. Бірақ жаңағындай организмде ешқандай запас болмаса, ол қалай 9 ай баланы көтеріп жүреді? Біріншіден, екіншіден, ол жаңағы баланың 12 мүшесі, бүкіл костный системасы, бүкіл нервный системасы, яғни оның бәрі Алла тағаланың құдіретімен болатын нәрсе. Бірақ оған керек қой запас. Оған запас керек. Сол запас организмде жоқ, қазір жастардың организмде. Сол үшін планирование деген сөз ұзатылайын деп отқан қыздардың құлағына алтын сырға, жас енді семья құрған келіншектердің құлағына алтын сырға. Дені сау бала туғыңыз келсе, организмді дайындау керек, организмді насыщать ету керек. Енді не ішеміз, қалай организмді дайындаймыз деген сұраққа ол бөлек видео болады. Сондықтан мынау Алла тағала жанымызды жүрегімізге қондырған кезде мынау денемізді бізге аманатқа берген. Напрокат берген. Қазір современный тілмен айтқанда напрокат берген. Яғни қаншалықты мынау денеге өзіңіздің жүрегіңізбен, санаңызбен, қаншалықты жауапкершілікпен қарайсыз, қаншалықты мынау тарелкаңыздағы тамаққа анализ жасайсыз, фильтр қоясыз, организміңізді қосымша, мынау БАДы деген нәрсе бар қазір, БАДымен, витаминдермен, микроэлементтермен ағзаңызды байытасыз, соншалықты сіздің ағзаңыз баланы көтеруге де, баланы 9 ай жаңағы Алла тағаланың құдіретімен 12 мүшесінің қалыптасуына да фундамент жасайсыз деген сөз. Яғни әйелдің ағзасындағы запас жеткілікті мөлшерінде болса, одан 12 мүшесі бала жетіледі оның жатырында, ал және күнделікті жеп отырған тамағында. Мысалы, токсикоз деген нәрсенің өзі, анау бала өсіп жатыр, рас цинк керек болды. Неге жерік қылады? Именно цинкі бар затты жеуге жерік қылады. Рас жетіліп жатыр, кальций жетіспей жатыр. Кальцийі бар құртқа, тұзды өнімдерге не қылады? Адамды, әйелді жерік қылады. Яғни жерігін жетті, жерігі қанат. Бірақ өкінішке орай қазіргі құрттың құрамында да жеткілікті мөлшерде кальций жоқ, себебі оны да кәдімгі пакеттегі сүттерден жасап жатыр ол құртты. Яғни натуральный нәрсе деген қазір кем де кем, себебі мал шаруашылықпен айналысып жатқан адамда
адам аз өте. Елдің бәрі қалаға көшіп алған, қалаға жұмыс көзін іздеп қалаға келіп алған. Ауылда кім ол малды бағып көбейтіп оның сүтін айранын өңдеп жатыр, иә. Яғни бәрі қазір завод фабрикадан келеді, молочный. Ол жерде міндетті түрде жаңағы ашып кетпеу үшін, ұзаққа сақталу үшін түрлі қоспалар қосылады. Міне сондықтан қазіргі таңда осы замерший плод деген нәрсе, выкидыш деген нәрсе, баланы көтеру проблемасы бүгінгі таңда кең таралып отыр. Енді мынау тұрмысқа шығайын деп отырған қыздарға беретін кеңесім, мен де қыз тәрбиелеп отырмын, маған күнделікті осы именно женский проблемамен өте көп аналар, келіншектер, қыздар хабарласады. Және оларға мен өзім көмек қолын созып жатамын, олар нәтижесін көріп жатады. Сондықтан мен осы өніммен 8 жылдан бері жұмыс жасаймын. Планирование беременности деген сөз организмді не істеу керек? Организмді дайындау керек. Баланы көтеруге және 9 ай 9 күн дені сау баланың сіздің ағзаңызда өсіп жетілуіне организмді дайындау керек. Қалай? Яғни микроэлементтердің, витаминдердің запасын создавать ету керек. Бізде талақ бар, селезенка дейді, көк бауыр дейді біреулер, сол көк бауыр склад. Ұйқы безі бар, ол да склад. Бауырымыз бар, ол да склад. Яғни ағзамызда сіздің жеген құнарлы заттарыңыз күнделікті мынау клеткаларыңызда болып жатқан биохимиялық реакцияға қатысқаннан бөлек артығы осы органдарда жиналып сақталады, және ертең бала пайда болған кезде, бала жетілген кезде оған қажетті нәрсе сол жерден алынады организмнен. Ол жеген тамақтан бөлек, әрине. Енді жаңа жеп жатқан тамақтың құнарсыздығы, оның құрамында химиялық жаман қосылыстардың болуы, бұл нәрсенің барлығы жаңағы организмді осындай жаман өзгеріске ұшыратып жатыр. Жаман диагноздарға алып келіп жатыр. Яғни бауырдың клеткасы ластанды, уланды ма, бауырда проблема болады, өтте проблема болады. Ұйқы безі ластанып, уланып, жаңағы түрлі консерванттарға толды ма, шаршады ма, ол ұйқы безінде проблема болады. Панкреатит болады, ұйқы безінің несі қабынуы деген, осындай диагноздарға алып келеді. Енді әйел адам, қыз баласы әсіресе өзінің организмін дайындауы қажет. Ең бірінші өнімім айтатын, бұл мынау детский кальций, балаларға арналған тенши кальцийі. Бұл кальцийдің ішінде 50-ден аса кальцийден бөлек витаминдер, минералдар, микроэлементтер бар. Яғни неге 98% сіңірілу бар дейді бұда. Яғни сіздің сүйегіңізге дейін жетеді. Сіздің жаңа селезенкаңызға барып запас жиналады, сіздің бауырыңызға барып запасы жиналады кальцийдің. Неге? Себебі бұл жерде кальцийден бөлек, яғни кальцийдің ионын жетектеп клеткаңызға дейін апаратын 50-ден аса нәрсе бар оның құрамында. Сондықтан бұл жерде 98% усвояемыз. Яғни көтергенге дейін және көтеріп 9 ай баланы босанғанға дейін осы кальцийді ішетін болсаңыз, күніге бір-ақ пакетик, бір пакетик күніге ішетін болсаңыз, сіз баланың сүйегінің дұрыс қалыптасуына, мынау іште жатқан кезде балада мына жерде молочный тістің де, оның астында мынау взрослый тістерінің де основасы уже іште жатырда жатқан кезде пайда болады екен, фундаменті. Соның бәрінің основасын мынау кальций құрады. Яғни жаңа айттым ғой, сперматозоид пен яйцеклетка кездесіп, екеуі ұрықтанып, мынау зигота клетка әрі қарай 4-ке бөліну үшін кальций міндетті түрде организмде болуы керек. Кальций жоқ па, ол әрі қарай деление болмайды. Яғни неге кальцийді источник жизни дейді, начало жизни, яғни өмірдің көзі дейді. Өмірдің көзі біздің әрқайсымыз анамыздың жатырында осы 2 клетканың көбею салдарынан пайда болды. Осы нәрсені ұмытпайық, яғни біздің өміріміздің бастауы сол анамыздың жатырында пайда болды. Сол жерде 2 клетка 4-ке бөліну үшін мына кальцийдің ионы міндетті түрде қатысуы шарт. Жеткіліксіз ба ағзада кальций, ол әрі қарай ұрықтану болған күннің өзінде де әрі қарай деление деген нәрсе болмайды. Сондықтан ол бесплодияға алып келеді. Екінші микроэлемент цинк. Мынау биологиялық цинк. Әрбір капсуласында 200 миллиграммнан 60 капсула цинк бар. Кез келген компанияның, кез келген аптекадағы кальцийдің мынау миллиграммына көңіл бөлетін болсаңыз, сіздің көзіңіз жетеді. Ең мықты цинктің именно тенши компаниясында екендігіне. Мынау цинк не істейді? Клетканың регенерациясына қатысады. Клетка жаңарады. Бір клетка 2-ке бөлінеді, анау клетка, ескі клетка өзінің өмірін сүріп, ағзадан шығып кетіп жатады. Яғни обновление клетки болады, регенерация клетки дейді. Осыған цинк міндетті түрде қатысады. Және ағзамызда 200 түрлі ферменттің түзілуі цинксіз жүрмейді. Ал фермент деген біздің өмір сүруіміздің
негізі, яғни жеген тамақтың арқасында өмір сүреміз ба, сол жеген тамақтың қорытылып ағзаға сіңіп мынау клеткаңызға жетуі осы ферменттердің арқасында іске асады. Соның 200-і тек цинктің қатысуымен жүзеге асады. Цинк организмде жетіспеді деген сөз, 200 фермент түзілмейді деген сөз, ол организмде биохимиялық реакциялардың авариясы болады деген сөз. Яғни бейберекет реакциялар, бейберекет клеткалар, и ол өзгеріске ұшырайды. Өзгеріске ұшыраған клеткадан ертең дұрыс сперма мен дұрыс яйцеклетка созревать етпейді, пісіп жетілмейді. Осы нәрсеге қатты көңіл бөліңіздер. Және үшінші өнім бұл мына спирулина. Енді спирулина көп қазір. Мынау тиньшидің спирулинасы өз дүние жүзінде 3-ақ көлде табиғи спирулин водорослі өседі. Спирулина деген водоросль. Балдыр ғой, көк балдыр, жасыл балдыр, көлде өсетін. Сол балдырдың несі, құрамы өте құнды. Мынау спирулинаның құрамында мына Менделеев таблицасында бүкіл микроэлемент бар. Витамин В тобы бар. Бұның барлығы именно баланың өсіп дұрыс жетілуіне, жаңа клетка деңгейіндегі бөлінуге мынау мықты атсалысады. Яғни спирулина ішкен қыздан, анадан, келіншектен болашақ денсау бала туылатыны бұл хақ нәрсе. Мынау именно дүние жүзінде 3-ақ көл бар дедім ғой, соның Қытайдағы көлінен өндірілетін спирулина. Қазір спирулинаның аты да көп, заты да көп. Оның барлығы искусственный бассейндерде өсіріледі. Ана водоросль тамырымен әкеледі да бассейнге отырғызады, сөйтіп көбейтіп оны ақша қылып жатады. Мынаның құрамында 100 капсула бар, әр қайсында 250 миллиграмм не бар. Осының 1 граммы, яғни 4 капсуласы 1 килограмм овощ, фрукты, мысалы бір алма жедіңіз, бір мандарин жедіңіз, бір банан жедіңіз, тамаққа қосып 1-2 картошка, 1-2 сәбіз, 1-2 пияз қосып жедіңіз. Осының бәрі 1 килограмм болса, соның ішіндегі құнарлы зат, пайдалы микроэлементтер, витаминдер мынаның 4 капсуласында бар. Яғни күніге 8 капсула жейтін болсаңыз, мына спирулинадан сіз жаңағы талағыңызға да запас жинайсыз, бауырыңызға да запас жинайсыз, ұйқы безіне де запас жинайсыз. Сөйтесіз де ертең баланы көтерген кезде ол балаға полноценный өсіп жетілуіне қажетті фундаментті құрасыз. Енді тағы бір өнім айта кететін, мынау омега 3 витамин Есі бар, бүрген майы қосылған омеганды түрі көп. Мынау именно мынау палембай метр мұхиттың түбіндегі майда шабақ, яғни экологиялық таза майда шабақ балықтардың балықтың майынан өндірілген экологиялық таза омега. Бұл омега 3 деген сөз, омега біздің тамақпен негізі ағзамызға омега 3, омега 6, омега 9 түсіп отырады. Мынау қазір жаппай тұтынып жатқан жемішке майда омега 9 тұрған бойы, басқа омега жоқ. Ол шамадан тыс организмге түскен кезде, яғни омега 3, омега 6, омега 9 белгілі бір соотношениемен, мысалы, мынадан 2 молекула, мынадан 4 молекула, мынадан 3 молекула болған кезде, ол организмге благоприятно, яғни тамақтануына дұрыс нәрсе да. Осы омега 3 біздің жеп жатқан тамақта қазір жоқ. Ал омега 6, омега 9 шамадан тыс болған кезде организмде жаңа дисбаланс болады. Биохимиялық реакциялардың дисбалансы болады. Улы заттар түзіле бастайды ағзада. Яғни ағзаның мынау аманатқа берілген деніміздің саулығына қиянат туады да. Сондықтан омега 3-ті ішкен өте маңызды. Бұл матканың майлануы, мысалы, матка баланы көтерген кезде қыз баланың маткасы жұдырықтай ғана. Осы нәрсе 3,5 килограмм бала, оның жататын несі, плацентасы, жолдасы, оның іші толған су, осы дәу шар сияқты болып, мынандай нәрсе кеңейіп созылу үшін оған міндетті түрде мына вейкан сияқты, мынау вейкан өндірілген бидайдың витамины құрамында, майда еритін витамины құрамында, немесе омеганы ішу міндетті. Сонда 9 ай бойы матка не қылады? Жайбарақат ұлғаяды, және босанғаннан кейін ол өзінің жұдырықтай қалпына ешқандай сокращающий салмай, ешқандай мұз қоймай, басқа қылмай, өзінің қайтадан қалпына келеді. Яғни келешек болашақ ананың денсаулығына қажетті бұл санаулы ғана өнімдер, менің қазір айтып өткенім. Ал енді бұл өнімдер тұтынбас бұрын жаңағы организмге сырттан түсіп жатқан түрлі химиялық қосылыстардан организмді тазалау, детокс деген бағдарлама бар. Бұлар туралы видеолар бар. Ол видеоларға ссылкалар осы видеоның астындағы описанияда болады. Сондықтан енді өзіңіз осы видеодан қандай да бір құнды ақпарат алған болсаңыз, видео ұнаған болса, лайк басыңыз. Себебі сіз лайк басқан сайын комментарий жазыңыз, қаншалықты құнды ақпарат алдыңыз, немесе қандай да бір сұрағыңыз бар ма, қосып аларыңыз бар ма, мен барлық неге ашықпын. Сол ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Және осы видеомен
болашақ аналармен бала көтере алмай жүрген немесе замерший плод болып жүрген таныстарыңызбен бөлісіңіздер видеомен. Сондықтан сіздерден обратный связь күтемін.